Бұл белдесу деп аталатын қазақ күрес өнерінің бір тармағы. Әрі көне, әрі жаңа спорт. Өйткені қазақ күрес өнерінің қай-қайсысы да белдің күшін, білектің қарын сынайды. Бұрынғылардың не бел кетеді, не белбеу кетеді деуі тегін емес. Белдесудің талап ережесі нағыз дала ұланның жауынгерлік жаттығуы сияқты. Жас палуандар күш пен тәсіл, ептілік пен әбжілдік бойынша сайысқа түседі. Белдесу енді күрестің балуандық өнерге қарай келгендегі мазмұны, ол жеке бір күрестің бағыты. Біздің халқымызда 5-6 күрестің түрі бар. Ол қазіргі мына өзің айтып тұрған белдесу деген, ол белдіктен ұстап күресудің бір түрі. Немесе ұстамай күресу, кеудесі жалаңаш шалбар киіп, немесе кеудесіне шапан киіп, аяғына саптама етік киіп, немесе жалаң аяқ күресу, кеудесін жалаңаштап тастап күресу. Мінеки осында көптеген түрлері бар. Біздің тіпті ана қазақ күресінде қазіргі жапондардың сумо деген күресі бар ғой, өзің білесің. Сол сияқты күрестің де түрі болған қазақтың халқының арасында. Бірақ кейіннен мына кеңес уақыты кезінде олардың барлығы дамымай қалды. 20 ғасырдың басына дейін жақсы дамыған еді. Халық оны бір өнердің түрі ретінде қабылдап келді. Қысқаша ережесін түсіндіріп өтейік. Жарыс қастамасы бойынша бірінші аталған спортшы қызыл белбеумен шығады, екінші аталған спортшы көк белбеумен шығады. Қазақ күресі мен белдесу күресінің киім үлгісінде өзіне тән ерекшелік бар. Балуандар балағы тобыққа дейін жететін қою күрең, қоңыр түсті шалбар киіп шығады. Екі балуанның біреуі көк, екіншісі қызыл, жалпақтығы 8 сантиметр келетін белбеу тағады. Кеудені белуарға дейін жалаңаштап, көк майса үстінде жалаң аяқ күреседі. Күрес әдісі бойынша балуандар бір-бірінің белінен ұстап күш сынасады. Күресті еркін бастайды. Себебі еркін бастау деген күресті ол мына әскери өнер, жекпе-жек өнері. Жерге құламау керек. Немесе аяқпенен әрекетті жасауға болады, бірақ аяқтан қолмен ұстауға болмайды. Жарақат алатын қимылдар жасау, ұрып, соғу, тебу, сияқты сөйлесу белдесіп жүрген уақытта, сондай кездерде тыйым салған әрекеттерге байланысты күрес тоқтатылады. Белдесуді ең алғаш рет қазақ топырағымен қайта қауыштырған Республикалық Қазақ күресі федерациясы Қазақстан барысы турнирінде белдесудің белін буып, алғашқы рет ел алдына шығарды. Осылайша көп тармақты қазақ күресінің өрісі кеңейді. Жарыс, белдесу еркін түрде басталады. Белбеуден ұстап күресу міндетті емес. Жарыста 3 пәрмен қолданылады. Жеңді, жеңілді, тең түсті. Жеңетін жағдайлар белбеуден жасалған кез келген әдіс есепке алынады. Белдесу спортынан тұңғыш рет өткен турнир халық барысы деп аталды. Жарысқа тек кәсіби спортшылар ғана емес, күреске бейімі бар кез келген әуесқой қатысалады. Далада, көк майсада балуандар жалаң аяқ белдесе береді. Алдын ала іріктеу болмайды. Күрес сонысымен қызық емес пе? Жұмахметов Әлімжан, Алматы қаласы, Жатыбаев Аманғали, Алматы қаласы. Аманғали белдесу күресінен өткізілген халық барысына қатысып, тамаша өнер көрсеткен жігіттердің бірі. Күрестің осы түріндегі көз тартарлық әдемі әдіс тәсілге қызығып, аз уақытта меңгеріп алған. Жастардың күреске деген ықыласы мол. Халық барысына қатыстым мен өзім. Бұл халық барысында өзім 5 кездесу жасадым. 5 кездесудің 4-еуін жеңіске жетіп, 5-ші кездесуде бұл халық бар белбеу күресінің бір ерекшелігі бар екен. Сол 5-ші кездесуде мен өзім қарсыласыммен тең түсіп, екеуміз де жарыстан шектетіп тастады. Бұның өзінің сондай бір ерекше ережесі бар екен. Бұл жерде тең түстің екеуінде шығады деген ережесі бір жағынан жақсы екен. Бұл халық барысы өте мықты спорт түрі болады деген сенімдемін.
Қазіргі кезде бұл өте бізді қазақтарда көптеген той жиындар, астар өтеді ғой. Соғындай жарысқа өте қолайлы нәрсе екен. Файзолла да балуан. Күрестің бірнеше түрінен спорт шебері. Ол белдесу күресінің ережесі мен әдісін ескеріп, төл спортымызды дамыту қажет деген пікірде. Ерекшелігі өте жылдам күрес қой. Японияның сумо деген күрес секілдісі. Өзім мен сумо деген күрестен де мастер спорттамын ғой, Қазақстанда тұттым. Сол сумо секілді өте тез күрес. Ерекшелігі сол. Енді бұлай бәрі әдістер жасауға болады ол жерде. Жамбас, чалу, аяқтан ұстамау керек. Басқасын бәрі бар ғой енді. Осы күресті дамыту керек. Өйткені бізде енді қалай айтсам екен анандай. Жерде күресе береміз, тойда бір жерлерде клем, анау-мынау сүйреп жүрмейміз ғой, ары беріші материалдық жағдайға қарағанда. Мысалы үшін ауылда да балалар күрескен кезде осындай жерде күресе береді ол. Қазақ күрес өнерінің қай-қайсы да сері күрес. Даланың нағыз демократиялы күш сайысы. Белдесуде балуандар тік тұрып күш сынасады. Шамасы келген адам алып та, шалып та жығады. Ешкім сылбыр күреспейді. Жылдамдық пен ептілік балуанның басты қасиеті. Көрнекілік жағынан көз тартарлықтай әдемі күрес. Біздің күрестің бір ерекшелігі бұл тек қана балуан түрегеп тұрып қана күреседі. Жерде жатып күресу, партерде күресу деген сияқты әрекеттер болмайды. Сондықтан қазақ күресіне күш керек. Бірінші, мықты күш дайындығы керек. Содан кейін өте жылдам күрес болу керек. Әсерлі күрес болу керек. Қазіргі қолданып жүрген ережеде тізе тиіп кетсе, жамбасқа отырып қалса, денесінің қырына құласа, немесе арқасына құласа, міне осындай тәртіптермен бағаланады олар. Бұл байқаған шығарсыз, бұл жапон күресінің жаңағы бағалау әдісіне жақын. Бірақ жапон күресінің бір бағалауының ерекшелігі олар күрестің әдістің сапасына қарайды. Бізде құлаған дене мүшесінің қай жерге тиді, кілемге тиді, соған қарай арқылы бағалайды. Осы біздегі кішкене кемшілік деп санаймын. Себебі күрес әдісі сапалы орындалу керек. Белбеу күресінде белбеуден алып, палуанымызды қырқадан шаламыз. Мұна әдіс белдесуде ғана емес, төл күресіміздің барлық түрінде кездеседі. Бұл жерде балуанға шалт қимыл мен жылдамдық сияқты қасиеттер керек. Мысықта епті, жолбарыс жүректі балуан ғана белдескеннің белін кетіреді. Қазақ күресі елімізде жақсы дамып келе жатқан спорт түрі. Белдесуге қарағанда бірнеше рет жарыс өткен әлем таныған дүбірлі дода. Мысалы, қазіргі республикалық дәрежеде, халықаралық дәрежеде өткізіліп жүрген күрес, ол қазақ күресі деп аталады. Оның өзі бір жеке бағытта дүниежүзілік танымға ие болып, сондайлық бір шекарасы кеңіп, сөйтіп келе жатқан киіммен күресетін, ол киімнің өзінің атауы бар, балуан торғауыт деген. Себебі торғауыт деген киімнің батырлардың сауытының үлгісінде жасалған нәрсе. Оның өзі жеке бір күрес. Қазақ күрес өнерінің тарихы ұзақ. Тіпті аңыз ертегілерден де кездестіреміз. Ұлы даланы жаудан қорғаған батыр бабаларымыздың қай-қайсы да қара күшке кенде болған жоқ. Күрес өнерінің зерттеушісі Елемес Әлімханұлы ұлт намысына айналған қара күштің тарихын ғұн сақ замандарынан бастайды. Ботақан балуан. Бұл Ескендер Зұлқарнайын. Білесің ғой,
Соның дәуіріндегі грек балуан жеңген сақ балуан. Ал ендеше, қайда біздің балуандық өнеріміздің түп тамыры жатыр? Зұлқарнайын, Александр Македонский кезінде. Ал дерек, осыны елге шығару, таныстыру деген үлкен мәселе ғой. Бұлшық еті тасыған балуандар 8 ғырлы бір сырлы келеді. Қазақтың қара күш атанған қай-қай балуан болсын, бәрінің бойында ұлттық өнердің алуан түрі болды. Содан болар, халық оларға балуан деген аса мәртебелі ат берді. Олар тек қана балуан емес, өнердің басқа да түрлерін меңгерген адамдар. Әншілік, күйшілік, зергерлік толып жатыр. Мысалы, Әділбек Жұмық болыс балуан, Әйіп балуан Өтемістің баласы, Махамбет екеуі бір әкеден. Мысалы, Әсіреп, Шарын, Исабек, Шыңғысбай, Бөкенай, Күреңкей, Жанжігіт ұлдары, бұлардың бәрі Қордай шу өңірінен аталған балдар. Бұлар дерек арқылы, кәдімгі мына сөз дерек емес, жазба деректерінен, халықтың арасындағы ән күйлердің ішіне енген, жырлардың ішіне енген, сондай адамдарды мен теріп осылай енгіздім. Себебі бұлар арасында зерттеуге тұратын адамдар. Мысалы, Әшке балуаны, зор күштің иесі, 1945 жылы Абайдың 100 жылдық тойында күресіп 2-ші орын алған. Айымда сен, Ғалиой, күнімде сен ой, оң қабағым отарда. Бұл әнші сері зор күш иесі балуан Шолақтың әні. Ғалия балуан атын алталашқа танытса, ол көтерген гір тасы қазақ күшінің мызғымас тас тұғырындай тарихта қалды. Балуан Шолақ ат ойынның түрлі тәсілін меңгерген тумысы бөлек спортшы. Азан шақырып қойған есімі Нұрмағамбет, ал балуан Шолақ халықтың берген аты. Балуан Шолақ осы балуандықтың бір атасы, Қажымқаннан ерте өмір сүрген адам ғой. Ол кісі халқымыздың Махамбеттер сияқты қорғаушысы болған, өнерімен күшіменен. Жаңағы әділетсіздікке қарсы көп еңбек еткен адам. Ол кісінің композиторлық өнері, шабандоздығы, ол өз алдына жырғып айтатын нәрсе. Ал балуандық өнер деген ол кісінің қайталанбас өнердің біреуі. Мінеке, балуан Шолақ та мысалы балуандық өнер әлі зерттелген жоқ. Балуан Шолақтың да. Ол да бір жеке зерттелген. Күш атасы. Күш атасы мінеке балуан Шолақ. Ол кісінің жаңа көтерген 816 килограмм 816 килограмм болады ғой қазір. Соны бірде-бір адам әлі көтерген жоқ. Бір штангист көтерген жоқ әлі. Жартысын көтерген жоқ. 500 килограмм көтерген жоқ әлі. Балуан Шолақ қазақ күрес өнерінің барлық түрімен күрескен. Ол ешкімнен жығылмаған, ешқашан жауырыны жерге тимеген. Сумо күрес сияқты Балуан Шолақ атан күрескен. Дізең тиіп кетті, сүрініп кеттің, немесе қолыңды жерге тіреп қалдың, соның өзі жеңілді болып саналған. Бұл қазіргі жаңағы сумо күресіне өте жақын. Балуан Шолақ атаң осындай күреспен де күрескен. Оны Сәбит Мұқанов жазушы, сол кісі жақсы жазып кеткен сол күрес түрін. Балуандық өнерде Қажымұқанның есімі оқшау аталады. Атына аңыз ерген қара күш иесі қазақ күрес өнерін шырқау биікке көтерген тау тұлға. Даланың бекзат өнерін жетік меңгерген күш атасы әлемнің талай додасында топ жарды. Зерттелгені бар, мұрағатты мұрты бұзылмай жатқан мағлұмат жетерлік.
Қажымұқан 54 елде болып, тау көтерген талай алыптарды жығып 48 медаль алған. Түркі тегінен шыққан алғашқы кәсіпқой жеңімпаз. Өз өмірбаяны туралы өлеңінде атандым мұқан палуан бала жастан. Ішінде күштілердің болдым астам, талай-талай жерлердің дәмін татып, өтті дәурен осылай біздің бастан дейді. Бұл кісінің меңгермеген күрес түрі жоқ. Грек-рим күресі деп аталып жүрген қазіргі күрес бар ғой, мысалы. Соның әлемдік деңгейіндегі жеңімпаздар. Еркін күреспен де күрескен. Сумо күресімен де күрескен. Жаңағы саракики деген сияқты жаңағы жекпе-жектің жаңағы өлімге дейін баруға болатын күрестермен де күрескен адам. Өзің білесің тарихтан. Сонда бұл кісінің өзінің еңбегінде айтқанында жазылғанда мен дейді халқымның осы күресінен, балуандық өнерінен бастадым. Соны алдымен меңгердім. Сол маған керемет өмір бойғы азығым болды деп сөйлейді мысалы. Яғни өзіміздің кәдімгі балуандық қазақ күресі деп атап отырмыз ғой. Жаңа өздеріңіз сұрап жүрған белдесу де болсын, қазіргі қазақ күресі болсын, оның басқа түрлері де болсын, соны бала кезінен меңгерген адам, мінекей ұлттық ішкі дүниесін осылай жинақтаған адам деп санаймын. Ал енді 1892 жылдан Қазан қаласынан бастап күрескен әрбір жыл бойынша бұл кісі 48 елде күрестім дейді. Қазақстанда күрескен, Ресейде күрескендері жалпы жинақталған. Зерттеушілер бар. Бүркітбаев ағаларында, Мұрақан Тәнекеев ағаларында, басқа кісілерді, бұл кісілерді зерттеген. Кезекенов ағаларында. Ал шетелде күрескендердің бірде-бір зерттеу жүргізіп, мына кісімен күрескен, былай күрескен, қандай күрескен, қалай күрескендігі туралы бірде-бір дерек әлі зерттелген жоқ. Ұлы даланы еркін билеген қазақ тумысынан жауынгер халық. Ал күрес өнері жауынгерлік жаттығудың бір түрі. Қазақ балуандарының бас аяғы балуан Шолақ пен Қажымұқан екеуімен ғана аяқталмайды. Олардан бұрын да кейін де қазақ күшінің көрсеткіші саналған талай ерен қайрат иелері болды. Оларға да балуан атағын халық өздері берген. Қазақ халқының арасында қазіргі бізге белгілі балуандардың ішінде балуан Шолақ, ең үлкен жасынан да үлкен Қажымұқан атаңды, Бейтабар атаңды. Мен сізге бұл жерде мына қазақтың балуандық өнері деген кітаптың ішінде 42 балуанның аты жөнін айтып бере аламын. Бұны қазақ халқы өздері балуан адамдар деп танаған адамдар. Мінекей осындай адамдар біздің халық арасында рудың намысын қорғау, елдің намысын қорғау, тіпті бүкіл жұрттың, халықтың намысын қорғау мәселелерін шешіп отырған. Балуандар қырғын соғыстың ішінде өз өнерін көрсетіп, қарсыласының әскерінің ішіндегі ең мықты деген адамды балуандық өнермен жеңіп, бүкіл қан төгісті тоқтатқан жағдайлар тарихта өте көп бар. Күрес спорт қана емес. Бұл ежелден бекзат өнер. Қазақтың табиғатына сіңген асыл мұрасы. Күрес ердің де, елдің де атын шығаратын даланың дара ойыны. Ата-бабадан аманат болған ұлттық өнердің ешқашан аласармайтын биігі, сарқылмас қажыр қайраты.